Ерте ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл ұшып, қыран қонған заманда, сыр бойында, бір шағын ауылда Айқожа деген дана қария өмір сүріпті. Оның бір ғана немересі болыпты, есімі Ақжұлдыз. Ақжұлдыз ес білгелі аспанға қарап, жұлдыздармен сөйлесуді жақсы көріпті. Бір күні Айқожа ата оған: «Қызым, сенің тағдырың ерекше. Бір күні көктен өзіңе серік болар күш иесін табасың» дейді. Көктемнің бір әдемі күнінде Ақжұлдыз ауылдан тыс тауға шығып, әдеттегідей жұлдыздарға қарап отырғанда, аспанда кенет жарқ еткен жарық пайда болады. Сол жарық арасынан бір көк бөрі, көкжал түсіп, қыздың алдына келіп отырады. Көкжал сөйлей жөнелді: «Мен аспаннан түстім, сен мені шақырдың, сенің жүрегіңде үлкен тазалық бар, аспан сені таңдады» дейді. Ақжұлдыз таң қалып: «Неге мені? Мен тек қарапайым қызбын ғой» дейді. «Сенің арманың биік, ниетің таза. Енді біз бірлесіп, жақсылық жасап, зұлымдықпен күресеміз» деп, қызды арқасына мінгізіп, аспанға алып кетеді. Екеуі аспан мен жер арасында көп саяхаттайды. Бір күні олар қара түнек басқан, күн шықпайтын өлкеге тап болады. Бұл Мыстан кемпірдің иелігі екен. Мыстан адамдардың армандарын ұрлап, жұлдыздарын сөндіріп жүріпті. Ақжұлдыз көкжалмен бірге батылдықпен Мыстанға қарсы тұрады. Көкжал аспаннан түскен отты тісін салып, ал Ақжұлдыз жүрегіндегі нұрды жарық етіп шашады. Мыстанның қара түнегі еріп, аспанға қайта жарқырайды. Армандар орнына келеді, жұлдыздар қайта жанады. Сол күннен бастап Ақжұлдыз бен көкжал халыққа көмектесіп жүреді. Аспаннан қадағалап, қиын сәтте көмекке келіп, жұлдыздарды өшірмей, армандарды сақтайды. Айқожа ата: «Немерем жұлдыздың өзі болды» деп шаттанады. Содан бері көкте ерекше жарық жұлдыз жанып тұрады. Ол Ақжұлдыз. Қиын сәтте аспанға қарасаң, сен де оны көресің.